Ішкі істер министрінің тапсырмасымен Алматы қаласында болған резонанстық жол-көлік оқиғасы алғашқы сәттен бастап ерекше бақылауға алынды. Қазіргі уақытта қоғамда айтылып жатқан барлық уәждер егжей-тегжейлі тексерілуде. Алдын хабарланғандай, аталған апат бойынша бұған дейін қылмыстық іс қозғалды. Зикр автокөлігінің жүргізушісіне соттың санкциясымен қамаққа алу шарасы қабылданды. Апат кезінде ол жеңіл дәрежедегі алкогольдік масан күйде болғаны анықталды. Сондай-ақ, министрдің тапсырмасы бойынша қызметтік тексеріс басталды. Оның объективтілігі мен толықтығын қамтамасыз ету үшін Алматы қаласына өзіндік қауіпсіздік департаментінің, әкімшілік полиция комитетінің және жеке құраммен жұмыс департаментінің басшылары тәжірибелі қызметкерлермен бірге жолданды. Ал мемлекеттік нөмірлік белгілердің заңсыз берілуі мүмкін деген уәждер бойынша өзіндік қауіпсіздік департаментімен қылмыстық іс қозғалды. Полиция департаменті басшыларының бірінің жүргізушісіне қатысты әрекетсіздік фактісі бойынша да қылмыстық іс қозғалды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Осы айтылған қызметтік тексеріс және қылмыстық істер аясында барлық мән-жайлар, оның ішінде медиа кеңістікте таралып жатқан ақпарат жан-жақты тексеріледі. Анықталған кемшіліктерге байланысты кадрлық шешімдер қабылданды. Министрдің бұйрығымен Алматы қаласы полиция департаменті бастығының сыртқы қызметтер мен жол қауіпсіздігін қадағалайтын орынбасары, сондай-ақ әкімшілік полиция және қоғамдық қауіпсіздік басқармаларының басшылары қызметтерінен босатылды. Заң бұзушылықтар расталған жағдайда апат қатысушылары да, лауазымды тұлғалар да жауапқа тартылады.